Баршаңызға қайырлы күн. YouTube арнамызға қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен соғысты өз көзімен көріп, дауысы мен жарты әлемді таныстырған қазақ қызы Роза Бағланованың өмір жолымен таныстыратын боламын. Роза Бағланова 1922 жылы бүгінгі Қызылорда облысы Қазалы ауданының орталығы Қазалы қаласында дүниеге келген. Роза Бағланованың әкесі Тәжібай бай қуатты кісі болған. Кіші жүздің Жағалбайлы руынан. Әуелі татар қызы Мариямға үйленген. Кейін Күндей деген шешесі ер адамға ізін жалғастыратын ұрпақ керек деп екінші рет Ақкүріш деген қазақ қызына алып береді. Екі әйелі қатар босанып, Мариямна Ыдырыс деген ол Ақкүріштен Роза дүниеге келеді. Аумалы төкпелі кезінде Тәжібай отбасы Ташкентке қоныс аударады. Роза Бағланова тетелес бауыры Ыдырыстың әскерге кеткенін ғана біледі. Содан ол хабарсыз кеткен. Оның шығармашылық жолы Ұлы Отан соғысы жылдары басталды. Оқушы кезінен әнге құмар, әнді тұмар қылған Роза апамыз мектеп табалдырығын аяқтағаннан кейін Қызылорда педагогикалық институтына тапсырған. Бірақ сол кездегі ауыр тұрмысқа байланысты оқуды жалғастыруға жағдайы келмей, Ташкент қаласындағы Тоқыма институтын сырттай бөліміне ауысады. Мектеп табалдырығында көркем өнерпаз үйірменің белсенді мүшесі болған Роза апамыз Ташкентте келісіммен алыс ағайынның үйіне орналасады. Осы кезеңде шығармашылықпен тығыз байланысқан жас әншінің өзі армандаған өмір жолы басталады. Аулада қазақы қоңыр даусымен құйқылжыта ән салып жүрген қазақ қызын сұңғақ бойлы әдеміше киінген орта жастағы азамат бірден байқайды. Есік қағып, дәл осы уақытта естіген әнінің орындаушысын іздейді. Орындаған Роза Бағланова еді. Өрімдей жап-жас қыздың даусына қайран қалған бейтаныс азамат: "Ертең филармонияға келіңіз, мен осы мекеменің басшысы боламын" деп өзін таныстырып, Бағланованың ән шырқау қабілетіне қайран қалады. Өзі аңсаған өнердің ап-айқын жолы көрінді. Ендігісі нық қадам жасау. Роза Бағланованың осылайша шығармашылық ғұмыры басталады. Ерекше дауысқа ие қазақ қызы Ташкентте көптеген жетістікке жетіп, сол замандағы өнерпаздар арасында танымалдыққа ие болады. Сол уақыттағы Өзбекстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Осман Юсуфтың өзі қазақ қызының даусына тамсанып ризашылығын білдіріп, кейін Ташкенттің қақ ортасынан 5 бөлмелі пәтер сыйлайды. Роза Бағланованың өнер саласына жеке шығармашылығы қалыптасқан шақта радиодан қаралы хабар таралады. Тыңдаңыздар, Герман әскері бүгін біздің елімізге басып кірді. Соғыстың өрті тұтанды деген. Қарапайым халық қайғыға, мұң, қорқынышқа оранды. Жауынгерлер сап түзеп, оқ жауған майдан даласына жаумен алысты. Ал өнерпаздар кеңес әскерінің мұғайтпайтын патриоттық сезімін оятатын, отанға деген сүйіспеншілік арттыратын әуендерді орындады. Мың түспен әрленген декоративті сахнада емес, ап-ашық майдан алаңында дәл осы тұста Роза Бағланова өз естеліктерінде былай дейді: 1943 жыл, соғыстың қызған шағы. Кезекті концерт кезімде майдан даласында жауынгерлерге ән салып тұрмыз. Кенет фашистер минометпен атқылай бастады. Енді еңкейе бергенде көзімнің алдында қараңғылық орнады. Сөйтсе көзіме снаряд жарығы тиген екен. Роза Бағланова осы жарақатқа байланысты көзіне бірнеше мәрте ота жасатты. Кейде мүлде көрмей қалатын кездерде болған екен. Бұл жайында композитор Кеңес Дүйсекеев 1980 жылы Роза апайымыз Алматыдағы Республика сарайында үлкен концерт бермек болды. Осы концертке дайындық кезінде ол кісінің көзі дұрыс көрмей қалды. Мен бұл кешті болмайдыға жорыдым. Бірақ ол кісі халық күтіп жүр, мен бәрібір сахнаға шығуым керек деп ақыры концертін өткізбек болды. Сахна шығарар алдында қарама-қарсы бетке үлкен прожектор орнаттық. Ол кісі сол жарыққа қарап арақашықтықты реттеп бақылай алады. Сонымен қоса сахнадан шыққанның әр қадамын санап өлшеп қойдық. Роза апамыз сол белгілеген өлшенген аумақта ғана жүрді, дейді Дүйсекеев. 90 жыл жасаған Роза Бағланованың 70 жылы шығармашылықпен байланысып жатты. Әлемнің 54 елінің сахнасында қазақ, орыс, венгр, өзбек, қырғыз, тәжік, украин, грузин, әзірбайжан және бірнеше тілдің әндерін нақышқа келтіре орындады.
Қай елде концерт берсе, сол кеште міндетті түрде сол елдің тілін ән айтатын. Жергілікті жердің халқы осылайша құрметтеу арқылы өзі де үлкен ықыласқа ие болды. Кәсіби маман болса да, сахнаға шығарда даусының күтіміне қатты көңіл бөлген екен. Бұл жайында әнші, композитор Алтынбек Қоразбаев бір естігенде былай дейді: әпкеміз сахнаға шығуға 5 сағат қалғанда ас ішпейтін, аздап шайдан ғана ұрттайды. Апа, неге ішпейсіз деп сұрасақ, тамақ ішкеннен кейін алқынып қаласың, тойып тұрғаннан кейін әнді еркін шырқай алмайсың дейтін. Мінеки, сахнаның киелі деп аталуы осыдан болар. Халық алдында шығардағы жауапкершілік өзінің кәсібіне деген махаббаты осы бір сөзден ақ төгіліп тұр. Өміріне айналған өнер жолын Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып Роза апамыз бастайды. Соғыс аяқталғаннан кейін кезекте бір шығармашылық сапармен Мәскеуге концерт қоюға барады. Кеңес одағындағы бірінші нөмірлі қалада Ташкенттен қазақ қызы ән салуға келеді деген хабар тарайды. Сол кезде Мәскеудің жоғарғы партия мектебінде оқып жүрген ақын Жұбан Молдағалиев та бұл хабарды естиді. Ести сала қазақтың әнші қызын іздеп Роза апамызбен жолығады. Өзбек жерінде не бітіріп жүрсің? Алматыға қайт, мен жоғарғы жаққа қағаз жазамын. Қазақтың сендей қызы басқа елде жүрмеуі тиіс дейді. Осы жағдайдан кейін кеңес елдерінің арасында біршама абыройға ие болып үлгерген қазақ қызы туған еліне оралады. 1945 жылдың 9 мамырында Берлиндегі жеңіс концертінде ән салған қазақтың қызы өнер жолында көптеген жеңістікке жетті. Опера, эстрада жанрында ән шырқап, белсенді гастрольдік қызмет атқару арқылы қазақ өнерін шет елдерге дәріптеді. Қазақ әндерін одаққа насихаттады. Ол Мәскеуде өткен бүкіл одақтық эстрада әншілерінің екінші конкурсының дипломанты атанды. Бухарест қаласында өткен жастар мен студенттердің 2 бүкіл дүниежүзілік фестивалінің лауреаты болды. Дәл осы фестиваль аясында халық әндерін орындағаны үшін арнайы сыйлыққа ие болды. Еліміздің мәдениеті мен өнерінің дамуға зор үлес қосқан Роза Бағланова сол үшінде халық қаһарманы атағын алған. Одан бөлек Ленин, еңбек қызыл ту және халық достығы орденімен марапатталып, тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері атанды. Бар ғұмырын әні мен халқына арнаған Роза Бағланова 2011 жылдың 8 қаңтарында мәңгілік сапарға аттанды. Халқы барда Роза есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз.